Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Біз бүгін жаңа шығарма оқимыз. Аға, менің жасым 21-де. Атым Қолғанат. Адам өзіне Қолғанат болсын деп есімімді өзі қойған екен. Менен кейінде 2 қыз, 2 бала бар. Бір құрсақтан 5 туғанбыз. Атырауда тұрамыз. Туған жерім Құлсары қаласы. Мына қиын жағдайда қол көмегімді берейін деп адамдарды көшірісуге келдім. Құдайға шүкір, денім сау, көлігім өзімдікі. Көзіме оттай ыстық ауылыма неге көмектеспеске, деді алдындағы аспан сыпайылықпен алып отырған қонағым. Бұл жігітті бағана көмек штабы жанынан кездестірген едім. Атыраудың баласы азамат жігіт екен. Күн демей, түн демей тегін қызмет қылып жүр. 1 сағат демала ма, жоқ па, белгісіз. Қазір қайтадан кейін кері кетеді. Дегесін ризашылығымды білдірейін деп қасына жақындадым. Көзілігін тазалап, шаңтарын сүрткілеп тұр екен. Ау, інім, амансың ба? Ат көлік аман есен бе? Жұрт мақтағаным жігіттің қолын алайын деп келе жатырмын, деп қасына жақындап барғанымда жалт қараған жанарын көріп, тоқ соғып өткендей болды. Құдай-ау, жап-жас баланың көздерін көріп, 2-3 тойға кеттім. Көздеріндегі мұңды су қылып ағызып жіберсе, екінші топан су қаптарда екен. Жас баланың жанары неге соншалықты жерге толып тұр? Деген ой санамда жылт етті. Ішкі сезімді білдірмей, я балам, азамат екенсің, қай туғансың, руың кім, ата-анаң бар ма? Деп сөзімді жалғап жатыр ем, мұң толы 2 көзі серпіліп ашылған шымылдықтай. Аға, бас жағына барыспай-ақ қояйық, ру жағын қоя тұрса қайтеді. Анам бар, соған Аллах ұзақ ғұмыр берсін деп тілегін тілеп жүрген жанмын. Әкем де бар дейді. Жүрген шығар бір жерде иттей қаңғып, деп сөзімді бөліп салды. Көздеріндегі мұңның себебін енді түсінгендей болып, ата-ана жағында бір кемшіндік бар-ау деп топшыладым. Сонда да, балам, түсі игіден түңілме деген қазақ. Бір көрген біліс, 2 көрген таныс демекші, үйге жүр. Ас су іш, менің де үйімде қырғын құлсарық жатыр. Жиен келіндерім балаларымен. Апа жездем 5 баласымен ауылдарында сумен жағаласуда. Келін немерелерін осында алдырдым. Кішігірім колхоз болып, мәре-сәре болып жатырмыз. Сонда да екеумізге сөйлесіп, ас су ішер жер табылар. Жүр, қысылма деп ертіп үйге келдім. Үйге келіп, ыстық ас ішіп, шай ішіп, маңдайы жіпсіген жас бала маған енді сеніммен қарай бастағандай күй танытты. Осы сәтті пайдаланып, балам, бағанағы бір әке туралы, руың туралы сөзің жүрегімді қарып кеткендей болды. Айып болмаса, шет жағасын айтсаң болмай ма? Менің көрген білгенімді өзімізден кейінгі ұрпаққа сабақ қылып жазатын әдетім бар еді. Жазушы болмасақ та, азын-аулақ өзіме жетер оқырманым бар. Ютубта аудио, видео күйінде оқылып жүр деп сынай қарадым. Ағасы, солай деңіз. Әңгіме айтудың шебері емеспін. Бірақ біздің өткен өміріміз, балалық шағымыз көп адам сабақ аларлықтай болды. Өзіңіз өңдеп жазып жатарсыз. Мен де қысқаша айтып берейін деп тікеңкіреп отырды да ауыр бір күрсініп сөзін бастады. Мен есімді білгелі анамның күліп жүргенін көрмеппін. Ылғида томсырайып, мұңданып, арасында әкем жұлқылап бөлмеге итеріп тастағанда үнсіз тұншыға жылап жататынын талай көргем. Қазір есейіп, ес жинағанымда түсінгенім, менің анам ол үйде қызметші күң есебінде болған сияқты. Өзім есейе келе соны сезініп өстім. Ата әжеміз біздерді сыртқа теуіп, кеудемізден кері итеріп тұратын. Әкеміз, егер ол кісіні әке деуге болса,
мінезі ауырлау, көп сөйлемейтін кісі еді. Сөйте тұра өте жүргіш болған екен. Ақшаның буымен әйелдерге көп барады екен. Біздер бала болғасын көбін білмеппіз. Кейін бозбала кезімде жұрттан, әсіресе өзімнің қатарластарымнан, сенің паханың шыбырлағаның бәріне шабат ғой деген сөздерін, мазақ сөздерін естіп өстім. Соның салдарынан ба, мен де, менен кейінгілер де сырт көзге көп түспей, өзіміз іштей тынып, жеке бір әлем болып өстік. Жасым 10-12-ге келгенде, анам маған кәдімгідей мұңын шағатын болды. Мәселенің бәрі анамның әке-шешесі қарапайым адам болғандығы. Сен біздің теңіміз емессің, жуас баламыздың басын қулықпен айналдырып алғансың, сенің әке-шешеңді құдамыз деп қалай елге таныстырамыз деп, әжеміз миын жеп, күнделікті ұрсу, кекету, мұқатуды әдеске айналдырып алған. Әкемнің үлкен ағасы болды. Біздер әкемізден үлкен болғасын, көке, тәте, баба деп айтсақ ұрсатын. Аға де, сәлем бер, сосын жоғалыңдар қасымнан дейтін. Сол ағамыз атай жемнің есебінше теңін тапқан, жақсы жерден қыз алған, құдалары үлкен мемлекеттік қызмет екен. Атам мен әлгі ағамыз әкемізге ынжық, қатыннан қорқатын ес, қатынды ұрып тәрбиелеу керек деп, біздің көзімізше де айдап салып отыра беретін. Кейін солар әкемізге анамды сабататын болды. Анам бейшара кіммен қарайсаң, сонымен ағар дегенді ұстанып, үнсіз жылап жүре беретін. Олар оны сұрауы жоқ, қорғаны жоқ деп түсініп, қорлауын күшейтті. Әкеміздің бір әжесі Ақтөбе жағында тұрады. Ол да күнделікті шешесімен телефонмен сөйлесіп, ана қатын жүрме әлі қуып жіберген жоқсыңдар ма? Күшіктерін алсын да жоғалсын. Ана баланың қатын құмар болып, әр қатының соңында жүрген соның кесірі. Үндемей сүмірейіп жүріп, дүниеде оңбаған қатын екен деп, отқа май құйып отыратын. Маған және қарындасыма телефон соғып, менің әке-шешеме қарсы сөз айтушы болмаңдар, құлдай болып, қордай жорғалайтын болыңдар. Оңбаған қатыннан оңған бала туа ма? Өңшең оңбағандар деп ұрсатын. Телефон соқса, мейлінше алуға және алмауға қорғатын едік. Сонда біз үшін анамыз тағы таяқ жейтін. Анамыз айтады, бұл үй ол түскенде алып бара жатқан керім болмаған. Қайта мен келін болып түскеннен соң балаларым мұнай-газ саласына жұмысқа тұрып, үлкен ағамыз бөлек кеткен екен. Бұлар болса өздеріне әдемі коттедж салып, бұрынғы ма айналаға түгел мұрын шүйіретін болған. Біздер көрші дегенмен мүлдем айырыласпайтын едік. Бір бала есігімізге келіп ойнауды білмейтін. Әжеміздің бір әдеті бар еді. Көршілер үйге жет-желпек пісіріп таратып келсе, күйлілеу, яғни бай көршінің шелпегін алып дастарханға қоятын. Ал кедейлеу көршінің шелпегін ауыз тиместен итке беретін. Міне, сондай ниеттегі ата-ене қарапайым отбасыдан шыққан менің анамды адам есебіне қайдан қоссын. Анамыз іші қалтарап жүрсе де сыртына білдірмейтін. Сыртымыздан қарағанда күшті, мәдениетті, жуас, үндемес отбасы болып көрінетін едік. Ал іштей нағыз, ішіне ит өліп жатқан жандар едік. Аға, несін айтарсың? Ол отбасы сондай деп біреуге айтсаң сенбес едім. Біреулер мерекеде құттықтап келіп жатса, өтірік мүләйімсіп, қонақжай күй танытатын. Бірақтан шай қой, қазанға тамақ сал дегенді білмейтін. Келген адам, қой біз тұрайық, тағы баратын жерлер бар деп кетуге қамданған кезде, ау, отырмадыңдар ма, шай ішіп, ет жеп кетсеңдер болар еді ғой деп өтірік бәйек болатын. Біздің отбасыға ең сыйлы адам ол енеміздің інісі. Қалған адамдардың бәрі сорттарға,
сөре-сөреге бөлініп сұрыпталып қойғандар едім. Енем адамды мақтамайды. Кімді айтсаң да алқаш, жұмыссыз, аш, оңбаған, тағысын тағы солай болып келетін. Атамыздың тумаластарымен де алыстан араласатын. Жылына бір рет көріс кезінде немесе той садақада болмаса, басқа уақытта кездесулері сирек еді. Тіпті әлгі мықты қызметтегі құдасы қайтыс болып, соның жаназа садақаларына барып келгесінде, сол құдасын мазақтап, жамандап, өсек қылып отырған көрдім. Осындай иттірлікпен мазақ, қорлық көріп, таяқ жеп жүріп, анамыз өмірге 5 бала келді. Соңғы жылдары төзім мүмкін болмады. Анамыздың үндемес, ешкім ара түспес қорғансыз екенін білгесін, әкеміз әбден басынып, әбден сабайтын болды. Ата-әжем мұндайда ештеңе болмағандай араша түспей отыра беретін. Кейде тіпті дұрыс, осылай еркек екеніңді білдіріп қоймасаң, бұл қатын төбеңе шығады деп қайрап отыратын. Есе қаларлық өте ауыр оқиға болды. Үйге үлкен ағамыз келген. Сол кісі жеп отырған тамағынан кінә тауып, анамызға, яғни келініне, тамағыңның тұзы дұрыс емес, дым көрмеген сорлы, отырған жерінде талқаныңды шығарайын ба деп боқтап інісіне тиісті. Сен мисыз ит, ақша құртып даланың қатынын түгендегенше, бір қатыныңа әлің келмейді. Мына әке-шешемізді қалай асырайсың? Құрт мұны дым көрмеген қатыныңды деп айдап салып қырғын бастады. Оған әжеміз қосылды. Бұл сорлының қолдан қатын ұру келе ме? Осылай сүмірейіп кетеді деп отқа май құйды. Әкеміз орнынан атып тұрып анамды сүйрей жөнелді. Жол бойы ұрып сабап барады. Мен шыдамай араша түстім. Мені қағып жіберіп ұшырып түсті. 15-тегі кезім ғой. Қайта ұмтылдым. Атам айтты: көрдің бе, бұл күшіктерін де бізге қарсы қоя бастаған. Бұдан құтылмасақ болмайды. Ел жұртқа жамандап, ажыратып алу жағын қарастыру керек. Айналадағы ел мына қатынға сене ме? Жоқ, елге сыйлып бізге сене ме? Біздің сөзімізді қолдайды деп, дым бермей қаңғытып жіберу керек бұны деп, қалш-қалш етіп тұрды. Сол оқиға сол күн-ақ басылды. Әдеттегідей ешкім ештеңе білмей қалды. Керемет отбасындағы керемет түсіністік деп айнала ойлайды. Міне сол күннен бастап ата-әжем, үлкен ағамыз бізді үйден кетіру жоспарын жасап бастаған екен. Әкеміздің атындағы бар дүние мүлікті басқалардың атына ауыстырып, қолайы келгендей сатып жіберіп, ақшалай тығып тастап, анамызды 5 баласымен қуып шығудың жолына кіріскен. Ақтөбедегі әкемнің әпкесі күнде телефон соғып, кет құрым деп телефонмен қарындасым екеуміздің жанымызды алатын. Өзімізден кішілерге ондай мәселені білдіріп, жандарын ауыртқымыз келмеді. Олар ата-әже деген ықыласын, еркелетер мейірімін де білмейді. Содан да олар да анамызды көп жағалайтын. Бір күні сабақтан келсем, анам тағы жылап отыр екен. Анашым-ау, не болды деп қасына жүгіріп бардым. Сөйтсем, үлкен ағамыз сұрапты: сені қуып жібереміз. Бұл үйден ине сабақты ала алмайсың. 5 балаңды айтып арыздансаң, өзіңді масқара қыламыз. Дымы жоқ саған. Әлде жұрт бізге сене ме? Соттасақ, соттайық. Керек десең, сотты да сатып аламыз. Саған дым жоқ деп боқтап кеткен екен. Мен еңсеңді көтеріп анама қарап: анашым-ау, осылай жазықсыз таяқ жеп жүре бересің бе? Анау әкеміздің жүрісі бізден аяған ақшасын көргенге шашып жүрген. Құрысын, ештеңе керек емес. Кетем десең, саған ереміз. Мен колледжге түсем. Жарты күн болса да мойка, эсто табым. Қарындасым интернетпен киім немесе әйтеуір бір нәрсе сатар. Күнімізді көрерміз, анашым. Сенің бір ауыз сөзің керек деп шынымды айттым. Қайда барамыз балам-ау? Қайда сиямын? Өлсем өлігім осы үйден шықсын деп келген жан едім. Ол да тудым, қыз да тудым.
отымен кіріп күлімен шықтым. Қолымнан келгенше ең жақсы келін болғым келді. Жоқ, болмады. Сол баяғы кедей отбасынан шыққаным бетіме шіркеу болды. Бұлар мені келгеннен ақ теңіміз деп қабылдамаған. Енді солай кететін шығармын. Қайтейін, балам, көнемін де. Сендер жетім атанбау үшін көнем, деді. Көзінің жасын сығып отыра берді. Нағашыларымыз, яғни анамның төркіні өте жуас, сыпайы, беймарал жандар еді. Анамыздың жағдайын біледі, естиді. Сонда да өзің тауып барған жерің, өз отыңа өзің күй. Қарайған баланмен қайда сиясың? Қызы оңышпай келіп, қайтып келі деген ат кімге жақсы тисін деп анамызды кінәлайтын. Бірақ олай болмады. Мен 18-ге толған кезде Ақтөбедегі әкеміздің әпкесі екі көзі су қараңғы соқыр болды. Оған да біз кінәлі болыппыз. Ол кісіні бізге ұрса бергесін қарғаппыз. Мен ойлаймын, әкеміздің әпкесі өзі бойындағы бар жамандық, улы зәрі жиналып, соқыр қылып тынған. Өзін өзі шағатын шаяндар болады дейді ғой. Бойындағы жаман энергия екі көзін мүгеде қылып тынды. Сондай кезекті ұлы қырғыннан соң анамызды далаға қуып шықты. Анамыз да мұртсынған болуы керек. Бұрынғыдай қайта үйге кірем деп ұмтылмады. Әкеміздің аяғына шығылмады. Тек төбелесе кетейін деп тұрған мені қорғаштап, ауладан шыға берді. Оған еріп біз де кеттік. Бір қабат киімімізді әрең алдық. Атырауға келіп, таныстар арқылы арзан, ремонты жоқ үй жалдап тұрдық. Мен эстоға жұмысқа тұрдым. Арасында мойкада көлік жудым. Анамыз жұмысқа орналасты. 19 жаста әскерге барып келдім. Қарындасым интернетпен тауар алдырып, сауда жасады. Автоэлектрик мамандығым бар. Клиент көп, табысым да жақсы. Менің жұмысыма риза болған автосервис иесі осы көлікті жөндеп, мініп ал деп, осы көлікті сыйға берді. Қаладан 2 бөлмелі арзандау үй тауып, соны жөндеп жатқан едім. Мына апатты естігесін келмей тұра алмадым деп ойланып, айтсам ба екен, айтпасам ба екен деп отырдым. Аға, мен негізі сол бізді сыйдырмаған коттедждің құлағанын көрсем деп келіп едім. Бірақ өзім туып өскен қаламды көріп жылағым келді. Аянышты сезім пайда болды. Үй арасында үй жоқ көршіміз бар еді. Сол кездесіп ата-анасымен жас баласын маған мінгізіп тұрып, Коля, ата-анамды Борынқұлға жеткіз. Ар жағында менің қайын жұртым күтіп алады деп аманат қылып салып жіберді. Мен ата-әжемді сұрадым. Үлкен ағаларың дүрбелең басталмастан бұрын бала шағасын тиеп қалаға кетіп қалды. Әке-шешесіне қайда оралып келген жоқ. Жол жабық деген хабар айтқан. Ата-әжең бар, құрғақтау жерде жүрген шығар. Әкелерің мыналар күн бермегесін бір әйелдің қолына кіріп алып еді. Ол да қуып шыққан деп естідік. 1-2 рет орталықтан көргем, ішіп жүргенін, деді көршіміз. Я, айтса айтқандай, сәл балайрықта үйінен алыстай алмай атам мен әжем тұр екен. Үстеріне бар тазаны киіп алған, қолдарына көтергенше дүниесін алған, екеуі түрі шошайып адасқан түйе сияқты. Ешкімнің бұлармен шаруасы жоқ. Өмір бойы адамға жақсылық ойламаған екеуі шеттеп қалған сияқты. Қыздардың сигнал басып өте шыққым келді. Бірақ көлігімде отырған көршімнің әкесінің мына бейшараларға обал болды. Ешкім жоқ деген сөзі ойымнан айнытты. Тоқтап қастарына бардым. Ассалаумағалейкум ата. Қай бағытқа жүресіздер? Әлейкем салам. Қолғанатсың ба? Өсіп қапсың. Соны өзіміз де білмейміз. Атырау жақ жабық дейді.
Енді бейнеу жаққа бармасақ, деп атам күмілжіді. Әжем ернінің ұшын жыбырлатты да қойды. Отырыңыздар. Қарап тұрып суға кетесіздер ме? Өздеріңіз көлік іздемесеңіздер, біреу келіп көлік тауып бермейді. Отырыңыздар. Мынау көршілеріңізді Боранқұлға түсіріп, сіздерді бейнеуге жеткізейін дедім. Екеуі 1 минут үнсіздіктен жайрайлағандай кідір-жүгеу қарады да тұрдым. Үнсіз көлікке отырдым. Атам алдыңғы орындыққа жайғасты. Әжем көршілермен артқы орындықтарға отырар-отырмасын білмей аңтарылып қалды. Қанша айтқанмен тең еместерміз ғой. Әже, болыңыз. Әлі қанша адамға көмекке келуім керек. Болыңыз, әже, тездетейік деп асықтырғасын барып тұжырына көлікке отырды. Атам мен әжемде үн жоқ. Не істеп жатсыңдар? Қалған балалар қалай дегендей бірде бір туыстық сұрақ қоймады. Есесіне көрші шал барлығын сұрап жатыр. Сен сонда анау Атыраудан келіп тегін адам тасып жүрсің бе деп бір сұрағына. Несіне таң қаласыз? Мына маңғыстаулықтар да көмекке келіп көмектесіп жатқан емес пе? Тіпті өмірінде құл сарыны көрмеген жастар да елмен бірге су тоқтатып күндіз-түні көз ілмей жүрген жоқ па? Солар бастады ең бірінші көшкен жұртты тегін көшіруді. Оның қасында құлсары менің туған жерім емес пе? Деп едім. Қасымда отырған атам маған аң-таң күймен қарады. Өмірінде кесігі жақсылық жасауды білмеген адамға мұндайды есту таңсық шығар. Содан сол үндемеумен Боранқұлға да жеттік. Көршімнің құда-құдағайы құшақ жара қарсы алды. Мал сойып, қазан көтеріп қойған екен. Біздер шай мен қуырдағының ауыз тиіп жолға кететін болдық. Өйткені қаншама жанға көмегіміз керек еді. Көршіміздің құдасы мың болғыр ақсақал екен. Көз сіліп сөйлеп отыр. Мен қазақ болып туылғаныма қуанам. Қиын қыстау кезеңде айтпастан жүгіріп келіп, жан ұшырып көмек қолын созған қазағым аман болсын. Мал бір жұттық деген, бас аман болсын. Қалғанын елмен бірге көреміз. Қара суды қылдай бөліп, бір нанды бөліп жерміз. Құда-құдағай, сіздер төргі бөлмеге жатасыздар. Бунақ бөлмеде кішкентай сәбиімен, жасөспірім қайын сіңлісімен бір келіншек жатыр. Есік алдындағы жазғы сарайға көп болалы отбасын жайғастырдық. Көппен көрген ұлы той деген бір реті болар. Қысылмаңыздар, аз судан алып отырыңдар деп, шын ниетпен барын ұсынып отыр. Біз әрі қарай бейнеуге кеттік. Келген соң осындағы штабтағы жігіттерге тапсырып тұрып, мына кісілердің ешкімі жоқ, жағдайларыңа қарарсыздар деп едім. Сол жігіттер, бәрін жасаймыз, алаңдама, ешкім далада қалмайды. Көппен боламыз десе де, жеке боламыз десе де табамыз. Қазір дәрігерлер бір қарап тексерсін, бәрін жасаймыз. Саспа бауырым, деп ертіп кетті. Соңғы рет атам мен әжемнің беттеріне қарап тұрып, ал жақсы, аман болыңыздар, ауырып қалмаңыздар. Мына кісілер бар көмегін аямайды. Сау болыңыздар, дегенімде, екеуінің жүздерінен селт еткен бір нышан байқамадым. Екеуі де меңіреу адам сияқты, бұл дүниеден бас кешкен адамдай боп тұр екен. Деп қол қанат қонағым сөзін аяқтады. Мен үнсіз ойланып, 10 минуттай отырып қалдым. Қолғанат қипақтап тұруға айналды. Аға, ас суыңызға рахмет, мен штабқа барайын. Сол жаққа көмекке адам, азық-түлік болса ала кетейін деп, орнынан тұрып жатқанда, Қолғанат бауырым, бір сұраққа жауап берші. Сен әкеңді кешіре аласың ба деп сұрадым. Ол маған сәл іркіріп қарап тұрды да, оны уақыт көрсетер деп үйден шыға берді. Менің түсінгенім, баланың жан дүниесінен кек, өшпенділік толығымен жаулап ала алмаған екен. Әлі де болса, оның жаны қараймаған, мейірімділік жойыла қоймаған екен. Жолың болсын қолғанат, еліңе қолғанат бол, жақыныңа қолғанат бол.
Достар, осымен біздің әңгімеміз аяқталды. Біздің арнаға жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне сұрақтарыңызды қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.